Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге айым. Бүгін біз оқтаудың көмегінсіз өте дәмді балды корждар дайындаймыз. Егер де рецепт ұнаса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міне көріп тұрғаныңыздай тортымыз өте жұмсақ болып пісті. Ең алдымен 250 грамм балымызға бір шай қасық ас содасын қосып, су моншасында ертіп аламыз. Бізде міне осындай реакция жүруі қажет, аппақ болып көпіреді. Содан соң сары майымызды қосып, тағы да ертіп аламыз. Келесіде тап-таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, кішкене тұз және 1 стақан қантымызды қосып, массамыз ұлғайғанға шейін миксердің көмегімен араластырамыз. Міне массамыз көтерілді. Енді балды массамызды кішкене суытып, осы жұмыртқалы массамызға біртіндеп қосып, тағы да араластырамыз. Ал енді ең соңында ұнымызды бірден бәрін салмай, біртіндеп салып араластырамыз. Біздің массамыз қою қаймақ сияқты болуы тиіс. Пергамент қағазын алып, 1,5 шөміште массамызды құйып аламыз да, үстіне ұнымызды сеуіп, қолдың көмегімен ұлғайтамыз. Осындай әдіспен жасасаңыз, міндетті түрде уақытыңызды үнемдейсіз. Енді осылай ұлғайтып алғаннан соң духовкамызға 180 градуста 4-5 минуттай әр коржымызды пісіріп аламыз. Міне достар, санаулы минуттарда біздің өте дәмді, балды, жұмсақ, хош иісті корждарымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын керемет рецепт. Егер де осы рецепт ұнаса, каналыма жазылып, менімен бірге дайындап, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар.